Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәрумен салатын дайындайтын боламыз. Дәрумен салаты өте оңай және тез дайындалады. Бізге дәрумен салатына 3 қайнатылған қызылша, 100 грамм курага, 100 грамм изюм, 1 алма, жарты банан және 150 грамм йогурт керек болады. Салатымызға керекті барлық ингредиенттерді ұсақтап, 4 бұрыштап турап аламыз. Дәрумен салатына қажетті барлық ингредиенттерді 4 бұрышлап турап алғаннан кейін, үлкен, кеңдеу ыдысты алып, оған қызылшаны, изюмді, кураганы, алманы, бананды осылай кезек-кезегімен салып, үстіне 150 грамм йогуртты құйып, араластырамыз. Егер үйде курага немесе изюм болмаған жағдайда, қызылшамен алманы немесе бананды йогуртқа араластырып жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Жасалған дәрумен салаты үлкендерге де, балаларға да өте пайдалы. Өйткені оның құрамында майонез немесе май болмайды. Бұл салатты біз өздеріңіз байқап отырғандай тек қана йогуртқа араластырдық. Сол себептен де өте дәмді, тәтті дәрумен салат болып табылады. Жалпы бұл салат адамдардың гемоглобинін көтеруге де өте көп көмегін тигізеді. Сол себепті осы салатты көктем мезгілдерінде көбірек дайындауға кеңес беремін. Үй жағдайында сіздер де дайындап қойыңыздар. Көпшілігі қызылшаны пісіруге көп уақыт кетеді деп ойлайды. Мен түскі ас немесе кешкі асты дайындаған кезде параллельно қызылшаны көбірек қылып пісіріп қоямын. Пісіріп, суытып, холодильникке салып қоямын. Керек уақытында осындай тез және оңай салатты жасап қоямын. Барлығыңызға жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, денсаулыққа пайдалы, дәруменімізді көбейтетін салат болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.